Мен небәрі 21 жаста едім. Бірақ сол жаста мен стратегиялық атыс күштерінің командирі болып жұмыс істедім. Жауапкершілік ауыр болатын. Қол астымдағы топпен біз бірге бейбіт тұрғындарды араласқан өте қауіпті жағдайларға тап болатынбыз. Сол кезде менің орынбасарым Калум деген жігіт еді. Ол тек әріптес емес, менің ең жақын досым болатын. Жұмыстан тыс уақытта біз жиі болатынбыз. Ол үнемі қалжыңдап жүретін. Тіпті ең жаман сәттерде де көңілімізді көтеріп, барлығымызды еріксіз күлдіретін. Бір күні бізге атыс болған жерге бару туралы бұйрық келді. Ер адамға оқ атылып, оны кім және не үшін атқанын анықтау керек болды. Әріптестер фургоннан тоқтамай жатып ақ секіріп түсті. Біз келгенде ер адам әлдеқашан өлтірген еді. Калумның қолында қару бар болатын. Мен неге бәрі сонша астығып агрессиямен әрекет еткенін сұрағанда, ол тек себебі жоқ, жай толқып тұрдым деді. Мен оған сендім, және ол менің досым еді. Алайда кейінірек мен өлтірілген адам туралы әлеуметтік жерден ақпарат іздей бастадым. Сол кезде шындық ашыла бастады. Калум мен марқұм Фейсбукта дос болып шықты. Бұдан әрі тергей келе, олардың арасында мыңдаған хабарлама алмасқаны белгілі болды. Бұл адамның өлімі кездейсоқ емес, әдейі ұйымдастырылғаны дәлелденді. Оның үстіне Калум бірнеше құпия операциялар туралы ақпаратты сыртқа шығарған. Менің бұған көзім жетіп, дәлелдерді жинап сотқа бердім. Калум әділдікке кедергі келтірген үшін 3 жылға сотталды. Біз енді бұрынғыдай дос бола алмадық, себебі ол түрмеге кетті. 3 жылдан соң мен 24 жасқа толғанда әлі де арнайы топта қызмет еттім. Бұрынғыны ұмытып, тыныш өмір сүріп жүрген едім. Бір кеште жұмыстан кеш қайтып келсем, үйдегі заттар быт-шыт болып шашылып жатыр. Біреу кіргені анық еді. Және камера болмағандықтан полиция қатты көмектесе алмады. Сол түні ұйықтауға жиналып жатқанда, төсектің жанында бір қағаз тауып алдым. Онда мені ұмытпа деп жазылыпты. Және де бұл жазу таныс көрінді. Сосын бұл Калумның қолтаңбасы екенін бірден таныдым. Ол түрмеден шығып, өмірін қайта бастаған шығар деп ойлап жүредім. Бірақ мен қателестім. Ол қайта келді. Бұл оның кегі еді. Келесі күні өз көлігіме келсем, көлігімнің алдыңғы әйнегі сындырылғанын көрдім. Және де біраз уақыт өткен соң мен оны өз үйімде көрдім. Артынан қуа жөнелдім, бірақ ол қашып құтылды. Ескі телефон номеріне қоңырау шалғанында ол сөндірілген екен. Ертеңгісінде біреу пәтердің есігіне конверт қалдырып кеткен екен. Және оны алып, ішін ашып көрген кезде ол жерде менің түрлі суреттерім бар екен. Үйде, жұмыста, қызыммен бірге жүрген сәттерім, жүздеген сурет, барлығы жақында түсірілген. Ең соңында біздің ескі суретіміз бар еді. Мен және Калум. Артында қызыл маркермен бір-ақ сөз жазылды: сен өлдің. Мен бірден полицияға арыз жаздым. Олар оның соңғы мекен жайына барғанымен пәтер бос болып шықты. Заттар шашылып дайын тұр. Мен оның әлі жақын жерде жүрген екенін түсіндім. Бір күні белгісіз көлікпен жалғыз келе жатқанда артымнан Toyota Yaris еріп келе жатқанын байқадым. Нөмірі арқылы мені аңдып жүргені анық болды. Мен кері бақылауға тырысып жатқанда радиодан хабар түсті. Автобус ішінде біреу пышақпен адамға шабуыл жасапты. Мен бірден оқиға орнына бардым. Полиция мен жедел жәрдем келіп үлгерген екен. Қылмыскер ұсталды. Бірақ мен автобустан шыға бергенде оқ атылды. Қара капюшон киген адам терезеден атып, ішіндегі жолаушыны жаралады. Кейін ол жерден қашып кетті. Мен көлігіме жүгіріп барып, артқы бөлігін аштым. Ол жерден MP5 SF қаруымды алып, снайперлік режимге ауыстырдым. Және де жедел бұйрық келді: атуды бастауға рұқсат. Ол қаланың ортасы арқылы қашып, сол жаққа бұрылды. Қолымда мылтық бар еді. Сондықтан мен оны қаланың ішінде қудаламай, ең жақын биік ғимараттың төбесіне шығып, аңдып атуға шешім қабылдадым. Бес минуттың ішінде шатырға шығып, нысананы іздей бастадым. Ақыры таптым. Қара күртке киген жүріп бара жатқан адам. Мен атып қалдым. Ол жерге құлады. Мен сол жерге жеткенде басқа қарулы офицерлер де сол жерде болды. Және де бұл Калум болатын. Менің соңымнан ерген, маған оқ атқан, автобуста да шабуыл жасаған. Бірақ бұл жолы мен оған мүмкіндік бермедім. Ол менің көз алдымда жан тапсырды.
жүрегім қатты ауырды. Бір кездері менің ең жақын досым болған адам енді менің жауыма айналды. Бірақ бір жағынан бұл бәрінің аяқталған сәт еді. Сол күннен соң мені марапаттап қызметін жоғарылады. Қазір де полицияда жұмыс істеймін. Бірақ сол күндерді ешқашан ұмытпаймын.